Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен хычыны жасап көретін боламыз. Хычыныды осы рецептпен жасасаңыз, жұқа және дәмді болып шығады. Бізге керекті ингредиенттер: ұн, бөлме температурасындағы су, сұйық май, тұз, қабығынан тазаланған картоп, сыр және укроп. Алдымен картопты видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Ұсақталып туралған картопты кастрөлге салып, үстіне су құйып, орташа отта жұмсақ болып піскенге дейін қайнатамыз. Ендігі кезекте қамыр илейміз. Ұнды ыдысқа салып, үстіне шым-шым тұз, сұйық май және бөлме температурасындағы суды құйып, жақсылап илейміз. Иленген қамырдың үстін стрич пленкамен жауып, бірнеше минутқа тынғанша қалдырамыз. Енді сырды теркадан өткізіп, дайындап қоямыз. Мен екі түрлі сыр қолдандым. Біреуі моцарелла, екіншісі брынза. Картобымыз піскен сияқты. Енді оны судан сүзіп алып, суытамыз. Суыған картопты ұсақ қылып еземіз. Езілген картопты ыдысқа салып, дәміне қарай тұз салып араластырамыз. Укропты ұсақтап турап саламыз. Ең соңында сырды салып, жақсылап араластырамыз. Міне, начинкамыз дайын. Қамырымыз дайын. Иі қанды, кішкене қолға жабысқақ болып келеді. Қамырды 5 бөлікке бөліп, ұн сеуіп отырып, орташа етіп жаямыз. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Начинка сыйғанша жайсаңыз болды.
Начинканы да теңдей 5 бөлікке бөліп, жайылған қамырдың үстіне салып, видеода көрсетілгендей етіп, шымшып отырып жабамыз. Ең бастысы, начинка толықтай қамырдың ішінде қалуы керек. Сыртқа шығып кетпеуі керек. Шикі қамыр үстелдің үстіне жабысып қалмауы үшін астына көбірек қылып ұн сеуіп қоямыз. Енді начинка салынған қамырды асты үстіне ұн сеуіп отырып, тура видеода көрсетілгендей ақырын асықпай жұқа болғанға дейін жаямыз. Егер оқтауды қаттырақ басып тез жаятын болсаңыз, онда қамыр жыртылып кетуі мүмкін. Сол себептен асықпай ақырын жаямыз. Жұқа етіп жайылған қамырды табаға салып, орташа немесе минималды отта сәл қызарғанша пісіреміз. Табаға ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Құрғақ табада жақсы піседі. Хычиныйдың асты пісе бастағанда осылай томпайып кетеді. Пышақпен немесе шанышқымен аздап тесіп, ауасын шығарып тастаймыз. Астын тексеріп көрейік. Піскен сияқты. Енді аударамыз. Хычиныйдың асты үсті де жақсы пісті. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Хычиныйымыз дайын болды. Ыстық күйінде үстіне сары май жағамыз. Негізі хычиныйды суытпай, ыстық күйінде жеген жақсы. Ішіндегі сыры балқып, дәмі өте керемет болады. Рецепт сіздерге ұнады деген үміттемін. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.